Sağlasızlar mı okuşlar? Sağlasızlar. Bugün killeriniz жақсы mı? Жақсы. Onda sağ olmasın. Сауалымыз балалар өткен сұрақта қазақ хандығы дәуіріндегі қоғамдық саяси ойдың дамуы деген тақырып бойынша 100-150 сөзден тұратын есте жазуды тапсырған болатынбыз. Сол тапсырманы орындадыңыздар ма? Иә. Онда Зарина сен оқып кішкене. Қазақ ханы дәуіріндегі тарихи тұлғалардың қоғамдық саяси ойдың дамуына қосқан үлесі. Саяси ойлар тарихқа адамдар санасындағы мемлекет пен биліктің пайда болуымен еңбек етудің саяси тәжірибесі мен осы процеске адамдардың қатысуының көрінісі болып қалған. Саяси ойлар тарихы осы процесті тарихи және саяси салдарлар ең тұстары мен сәттерін қарастырады. Ол фактілерді, оқиғаларды жай ғана анықтаумен айналыспайды. Керісінше саяси тәжірибенің нақты саяси білімдердің категориясында ұғымдары мен ойларында белгілейді. Саяси ілімнің мектептері мен бағыттардың Оқушылар тапсырмасының керемет орындап берсіңдер. Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы зар заман ағым өкілдерінің идеологиялық құндылықтары. Балалар, біз бүгінгі сабақта бүкіл бір дәуірде бір сарынмен өлең айтқан ақындардың барлығына зар заман ақындары деген ат қойдық демекші. Мұхтар өзі айтқандай, Мұрат Мөңкеұлы, Әбубәкір Кенденұлы, Дулат Бабатайұлы, Шоқанбек Қанайұлы туралы олардың жырларындағы, олардың қандай жырларда қандай идеология бар, сол туралы сабағымызда түсіндіреміз. Қазір осы зар заман қазақ әдебиетіндегі кезең аталған кезең Ресей империясының отарлау саясаты салдарынан қазақ хандығындағы бұрынғы ел басқару жүйесінің жойылып, халықты саяси экономикалық және рухани кезеңге ұшыраған тарихи уақытты сипаттайды. Қазір балалар осы зар заман ақындары туралы бейнебаянды оқимыз, көреміз, және сол көрген бейнебаяндарды көрген нәрселер бойынша жұмыстар істейміз. Зар заман туралы не білесің? Ол қай кезеңге тән? Зар заманның өкілдері туралы не білесің? Осы сұрақтарға жауап берейік. Зар заман туралы не білесің? Ол қай кезеңге тән? Қазақ қоғамы 19 ғасырдың ортасына дейін салт дәстүрін берік ұстанды. Тек 19 ғасырдың екінші жартысында патша үкіметінің отаршылдық саясаты қазақ қоғамына теріс әсерін тигізді. Қазақ даласын шын мәнінде орыстың майор шенді офицерлері басқарды. Бұрынғы ел билеудің хандық жүйесі жойылды. Төре тұқымдары аға сұлтандық қызметке патша шенеуніктерінің рұқсатымен отырды. Отаршылдық салдарынан әртүрлі ұлттық дәстүрге, болмысқа қарсы елде туындаған жағдайлар поэзияда зар заман деген бағытты туғызды. Ал балалар енді өз бейнебаянын тамашалады. Енді алдарыңызда оқулықтағы мәтінмен таныса отырып, мен қазір қосымша материалдар берем. Сол материалдарды қолдана отырып, Дулат Бабатайұлының, Шоқанбек Қанайұлының, Дулат Бабатайұлынан ұлпаға береміз. Топтық жұмыс тапсырамын. Осы топтық дескриптор мұнда кем дегенде екі ағымның шығармасы. Дулат Бабатайұлы және Әбубәкір Кенденұлы туралы сіздерге қосымша материалдар істесем, сіздердің уақыттарыңыз оқушыларына тақтадан назар аударып қойсаңыздар, тақтада да қосымша материалдар осымен де таныстыруыңызға болады. Сол өлеңдерді оқыңыздар, ол өлеңдерінде не туралы жазылған, соған назар аударыңыздар. Соның идеологиясына зар заман. Жаңа оқушылар қалай? Бәрі дұрыс па? Бәрі түсінбей жатқан жерлеріңіз бар ма? Оқыңдар. идеологиясына оқушылар топтық жұмысын орындап болған болсаңыздар, топтық жұмысын
Birinci sözü munda Murat Münkeoğlu'na veririz. Murat Münkeoğlu ышқия. Еділді тәртіп алғаны езетке қолы салған, жайықты тәртіп алғаны жамаға қолы салған, ойылды тәртіп алғаны ойындағы болғаны, маңғыстауды үштеуіп, оны дағы алғаны, үйгеншіппен Бұхарға арбасын сүйреп барғаны, малменен басты есептеп баласанын алғаны. Ал оқушылар енді осы Динара жаңағы Мұрат Мөнкеоğlu'нun шығармасын, үшпенді шығармасын жатқа айтты. Ал енді оқушылар осында идеясын, жалпы шығарманың мазмұнын талдайды. Мұрат Мөнкеоğlu шығармасының мазмұны отарлау саясатының халықтың басына түскен ауыртпалықтарды жырлады. Кедейлердің зұлым адамдарға, әсіресе патшалық билікке қарсы назарлықтарын айқын көрінеді. Сол жылдары осы шығарма арқылы Мұрат Мөнкеоğlu қазақ халқының яғни жастардың көзін ашу мақсатында да осы шығарманы жазған. Жаңағы шамада айтып кеткендей, қазақ жігіттеріне үндеу жасап, көздерін ашу мақсатында да жазылған. Ал оқушылар мына келесі топтың берілген тапсырмасы Шортанбай Қанайұлының шығармаларындағы негізгі идеясын танымлау. Ал оқушылар Шортанбай Қанайұлы Зар-заман. Зар-зар заман, зар-заман, зарлап өткен бір заман. Сөздің басы бісміллә, біз айталық сіздің. Мұсылманның тарихын. Төрт аяқты хайуан бұл заманның. Жарайды, осы отыра ғой, енді осы жалпы түсіндіңдер ғой. Алдарында тағы да бірнеше шығармалар тұр. Осы шығармалардағы идеяны айтып көріңіз. Шортанбай Қанайұлының Зар-заман, Іле-пара жемендік, опасыз жалған, Зар-заман, балазар, тағы да басқа шығармалар бар. Шортанбай Қанайұлы әрдайым ислам қағидаларын тірек етіп және ислам ережелерін сақтауды әрдайым орындауды қажеттілігін еске сақтап отырды. Және де олардың өлеңдерінде Ресей патша үкіметінің қазақ жерінде отаршылдықтарын және де халықтың мұңын айтты. Керемет, жақсы. Ол Шортанбай Қанайұлының Зар-заман өлеңінің негізгі идеясы ол қазақ халқының Ресей бодандығына қосылуына қарсылығын білдіріп, сонымен қатар Ресей отарлығындағы халыққа тиген теріс әсерлері, шоқындыру, шаруаларды жаппай қоныс аударуы, сонымен қатар әскери бекіністер салуын айыптады. Жақсы, керемет. Ал енді келесі топ бізде Дулат Бабатайұлының шығармалары туралы, ондағы идеясы туралы, идеялық құндылықтар туралы айтамыз. Нұржасайма? Нұржан айта алайын. Дулат Бабатайұлы Сұлтан деген автор түсінушілігі, сараңғаға автор болған қайырды. Қортиғандар бек болды, елді тересі семейді. Ыдыс-ысын бараның, одара төсі болмайды. Ашылған әбден араның, түйені жұтсаң бүгімен. Түйені жұтсаң бүгімен алмай бірақ болмайды. Аға? Сағыныш, осы Дулат Бабатайұлының шығармаларының идеясы туралы айтыңызшы. Бізде Дулат Бабатайұлының негізі сөйлеуші өлеңдері ең кең таралған ол сараңға тегімді мен ұшырасаң атты өлеңдер болған. Жалпы ол жердегі өлеңдер сол Ресей империясының Қазақстандағы хандық билікті жою 1822-24 жылдағы сол кезде Қазақстанда билеп отырған шенеуніктердің озбырлығы, әділетсіздігі туралы айтылған халықты. Дулат Бабатайұлының шығармаларында сол кездегі биліктердің әділетсіздігі және де парақорлығы жайлы айтылған. Сонымен қатар Дулат Бабатайұлы өз шығармаларында қазақ жерін ресейліктерге беріп қойған шенеуніктер туралы айтып сор сынаған болатын. Керемет. Жақсы, балалар тапсырманы өте керемет орындадыңыздар. Енді үйге ал енді балалар бүгінгі өткен сабағымызды қорытындылайық. Жалпы қорытындылап айтатын болсақ, Зар-заман деген қазақ әдебиетінде кезең аталып екен. Аталған кезең Ресей империясының отарлау саясат салдарынан қазақ хандығындағы бұрынғы ел басқару жүйесінің жойылып, халықтың саяси, экономикалық және рухани езгіге ұшыраған тарихи уақытты сипаттайды екен. Алғаш Шортанбай Қанайұлы осы кезеңнің ауыртпалықтары туралы Зар-заман атты өлең шығарды. Осы өлең ел ішінде кең таралды. Бұдан кейін басқа да осы тақырыпқа көптеген өлең жырлар шығарады. Оларды қазақ әдебиетінде Зар-заман ақындары деп атайды.
Енді балалар үйге тапсырма береміз. Сіздер үйде осы тақырыпқа байланысты инсерт кестесі арқылы зар заман ағымы өкілдерінің қоғамдық саяси көзқарастарын тұжырымдама жасайсыздар. Толығырақ айтатын болсам, Мұрат Мөңкеұлы қазақ поэзиясының көрнекті өкілі, айтыскер, ақын, жырау. Шортанбай Қанайұлы ақын, 19 ғасырда өмір сүрген қазақ халқының тарихындағы ірі тұлғалардың бірі. Мәтінмен жұмыс, инсерт кестесі арқылы зар заман ағымы өкілдерінің қоғамдық саяси көзқарастарын тұжырымдама жасайсыздар. Қош сау болыңыздар, бүгінгі сабағымыз аяқталды.